Адамның шашы аса нәзік сезімтал болып келеді. Экологиялық жағдай мен психологиялық күйіміз оған тікелей әсер етеді. Назарларыңызға шаш туралы бірнеше қызықты деректер ұсынамыз. Адамның көңіл күйі шашына әсер етеді. Егер көңіліңіз жайдары болса, эндорфин гормоны бөлінеді. Ал күйзеліс шашты сынғыш етіп, тез ұшталуына септігін тигізеді. Қайзылыққа қарсы сусабынмен үнемі шаш жууға болмайды. Себебі ағза шашты өздігінен емдемеуге дағдыланып қалады. Нәтижесінде басқа сусабынға ауысқаныңызда шашыңызға қайызақ қаптап кетеді. Ең көп шашы бар адамдар сары шаштылар екен. Олардың басында шамамен 150 мың шаш болса, қара шаштыларда 100 мың. Ал сарғылт шаштыларда 80 мың тал шаш болады екен. Қара нәсілді адамдардың шашы ақ нәсілдерге қарағанда 3 есе қалың болады екен. Әйел адамда орташа есеппен 200 мың шаш болады. Ол 20 мың тонна салмаққа дейін көтере алады. Сол себепті бұрынырақта шаштан арқан жасап, ауыр жүктерді көтеріп таситын болған. Шаш күтімі қашанда маңызды. Әсіресе нәзік жандылар үшін. Шайылым айдарында мамандар ерекше шаш үлгісін көрсетеді. Назар салыңыздар. Құрметті көрермендер, оңай шаш үлгісі қалай жасалатынын біз қазір көретін боламыз. Оған бізге стилист Әлішер Ешенқұл көмектесетін болады. Әлішер, бізге қандай шаш үлгісін көрсететіңізді айтып өтсеңіз? Қазір біз тез арада қалай шашты бюролауды көрсетеміз. Сіз жаңа айтып жатырсыз, шаш тіктегішті қолданады деп, оның мысалы градусы қандай болу керек? Әрине өте дұрыс сұрақ қойдыңыз. Ол шаштың жаңағы қалыңдығына, қаттылығына, жұмсақтығына байланысты шашқа әртүрлі градусты аламыз. Егер шаш қатты және қалың болған жағдайда, оған 220-230. Егер шаш боялған, ақ шаштар болған жағдайда, жұқа болған жағдайда, оған төмен градустар 120-130. Өйткені шашты күйдірмеу үшін. Әлішер, менде тағы мынандай бір сұрақ бар. Мысалы, сіз қазір шаш түзулегішпен бюролап жатсыз, менің шашымда. Ал шаш бюролайтын құрал бар. Осының қайсысы тиімдірек? Қайсысы бар, сонымен міндетті түрде әртүрлі жаңағы шаш үлгілерін жасауға болады. Егер шаш қысқа болған жағдайда, осындай шаш тіктегіштермен жасау ыңғайлы. Шашты бюролаған кезде көбіне адамның формасына қарай алынамаш, мысалы, оңға, солға бюролау дегенде. Қазіргі таңда екеуіне байланысты ма? Бетке қарсы жасалынатын локондар сәнде болады. Және бұл ұзақ уақытқа жетеді, мысалы, бір күн бойы. Егер шаш жұқа болған жағдайда, жаңағы шаш тез түсіп қалады ғой, қайратты шаштарда. Сол себепте жаңағы осындай шаш тіктегіштермен жасаған дұрыс. Егер шаш жақсы салатын болса, егер жаңағы плойкалармен жасағанда дұрыс болады. Қазір кішкене ашамыз араларын, өйткені жаңағы көлем береді. Латтық, мысалы, қанша арақашықтықта шашу керек? Бір 20-25 сантиметр. Құрметті көрермен, біздің оңай жасалатын шаш үлгісі дайын болды. Әрқашан әдемі болып жүріңіздер.